Барлық адамды өз уақытында, өз орнында қойып тастау. Мен негізі кішкентай кезімнен кім маған бірінші сөйлейтін болса, мен оған екінші рет ол маған нападать етпейтіндей, сол жерде шынымды айтсам, жұмысын шешіп тастайтынмын. Қазір мен үлкейгеннен кейін ол нәрселерді қойып, яғни жас үлкейгеннен кейін бір мектепте жоғары сыныпта, сол кезде ешкімге қатты мән бермейтін болдым. Мән берсем только бірінші рет жасады, екінші рет жасады, бірақ үшіншісіне точно менен тірі шықпайтын деген сияқты. Бірақ мен соңғы кездегі бұл нәрселерге куә болдым. Яғни недосказанность деген нәрсе адамда қалады. Мен сонымен өмір сүріп жатырмын қазір, бірақ мен уже ол жақтан кеттім. Және қалай? Соңғы уақытта мен көп өзіме сырттан келетін, тиісетін сондай сөздерге көп ұшырадым. Шынымды айтайын, ешқайсысына мен кері ответ бере алмадым. Бере алайын десем де мен оған энергиямды құртқым келмеді. Бірақ бұл менің ең жаман шешу үшін болды. Ол қалай болды? Мәселен, көп себептер болды. Менің өмірімнің әр жақтарынан мысалы келетін еді. Мысалы, діни жақтан, жұмыс жақтан, немесе менің мінезіме, менің жеке басыма тиісті заттарға маған адамдар сөйлейтін. Ол саған просто прикол жасау мүмкін, бірақ ол маған мүлде күлкілі емес. Және бүгінгі ютубта мен сіздермен осы нәрсемен сөйлескім келеді. Менің ютуб каналыма қош келдіңіздер. Және ренжімеңіздер, егер де качество жаман болса, бірақ бұл видео сіздерге көруге тұрарлықты, әсіресе егер де сіздің жасыңыз 18 немесе одан да жас болсаңыз. Сонымен ол қалай? Ең бірінші мен кездескен нәрсе ол былай болды. Жалпы мен жұмыста жүрмін, және мен жұмыста, шынымды айтайын, творческий процестердің шешушісімін. Яғни мен контент-маркетологпын. Сол себепті менде осындай бір келеңсіз оқиға болды. Бәріміз отырамыз, және де сонда отырған кезде маған мынандай сөз тиіп кетеді: сен эмоционалыңды пока қоя тұр, қалай айтсам болады, эмоцияға берілмейміз деген сияқты, сен тым эмоциональдысың деген сияқты. Бәрінің көзінше маған өзімнің ең күшті қасиетімді просто айтып тастады. Бұл шетте мен өте біртүрлі қалдым. Бірден сөйлеуге мен шынымды айтайын, ол шетте дайын емес болдым. Бірақ мен ол кісіге тоже жазып жібердім: маған, менің жекеме қатысты нәрселерге сіз мүлде сөйлемеңіз. Егер де менде сондай қасиет болмаса, мен бірде-бір творческий задачаны шеше алмас едім, және менің қолымнан ештеңені, бір нәрсені шығарып создать етуге қолымнан келмес еді деп. Бұл сөз маған өте қатты тиді. Мен оған айттым, яғни сіздер шешіп алуыңыз керек. Егер де сіздің мысалы өзіңізге, жеке басыңызға мысалы қандай да бір мінез құлық ерекшеліктеріңізге немесе өзіңіздің внешностіңізға қатысты сөздер келетін болса, сіз қойып тастаңыз онда. Бұл менмін, және сенің не шаруаң бар, немесе сен менің жекемде нең бар. Білмеймін, негізі әдемі неше түрлі хамсуалар бар шығар, бірақ егер де сізге осындай сияқты, осы жерлеріңізге сізге сөйлеп тиісетін болса, онда сіз бірден аузын жауып тастаңыз. Все, әңгімесі біту керек. Бірақ дегенмен ол просто окей деді, бірақ мен тоже жанына барып сөйлестім. Маған бұл сөйлесу ұнамайды. Бәрінің көзінше, тем более. Білесіз ба, когда егер де сіз сол адамның аузын жаппасаңыз, онда ертесі ол адамның сөзін тура басқалар да қайталап жасайтын болады. Ол дегеніміз не? Мына адам оған осылай айтты, ол үндемеді, және мен де оған осы жағынан тиіссем болады, және маған рұқсат деген сияқты. Бірақ бұл ситуацияда мен де шықтым, аузын бәрін жауып тастап деген сияқты. Бұл жерде адамда ұрсыңыз, төбелесіңіз деген мағынада емес, сіз өзіңіздің жеке шекараңызға, өзіңіздің жеке ерекшеліктеріңізге, қасиеттеріне тиіскен адамның просто аузын жауып тастау. Негізі шыны керек, қоғамда бұны қайтсам болады, тоже бір зорлық-зомбылық сияқты да мүмкін көрінуі мүмкін. Кейбір адамдарға біз көп шанс береміз, олар біреуді бір келемеж десе, біз де оларға қосылып кетеміз. Бұл дегеніміз, біз өзіміздің ортамызда сондай адамдарды өзіміз тәрбиелеп жатырмыз. Және де екінші болған менде үлкен случай, шынымды айтайын, егер де сіздің ішіңіздегі қандай да бір түйсігіңіз сізге қаш деп айтып тұрса, онда қашуыңыз керек. Неге? Өйткені
біздің түйсігіміз ешқашан алдамайды, және біздің денеміз ештеңеге алаңдамайды. Біздің денеміз, біздің әрбір 12 мүшеміз адамдардың сөзіне, қоғамда болып жатқан факторларға ол бірден ответ бере алады. Және сонымен мен сіздерге бөлісейін. Бұл нәрсе мынандай. Мүмкін бір жаққа жұмыс істеуге барасыз, мүмкін бір компаниямен дос болғыңыз келетін шығар. Бұл қайтсам болады, ақыл кеңес сізге жарамды. Мысалы, мен бір жұмысқа барайын дедім. Сол кезде маған былай айтты, яғни ода жақсы төленетін болды, бірақ айтты маған, егер де сен барлығына шыдауға дайын болсаң, онда жұмыс істе деді. Достар, бұл реально бір түрлі. Мүмкін ол тұрмысқа шыққан қыздардың да өмірлерінен өтуі мүмкін. Мысалы, айтуы мүмкін, біз үлкен шаңырақпыз, бізде осындай қайын сіңлі, осындай қайын іні, көріп тұрғандай бәріміз бірге тұрамыз және тұратын боламыз. Егер сен бізге шыдай алсаң, онда жақсы, бізбен тұр. Вот сол сияқты. Сондықтан сіз ешқандай бір нәрсені күшті алу үшін бір нәрсеге шыдау міндеттемесіз. Құранда да сөз бар, яғни терпениемен келеді деп. Ол айтып тұрған, ол басқа терпение. Бұл айтып тұрған басқа терпение. Өзіңізді ешқашан құныңызды түсірмеңіз және всегда сыйлауға тырысыңыз. Бұл видеода мен осындай нәрселерді айтқым келеді. Және де шын айтайын, біреулердің манипуляциясына, сөзіне сіз шыдауға міндетті емессіз. Мысалы, менде тағы да бір нәрселерге болды. Мысалы, сен бір нәрсені получить етуің үшін, давай сен осылай жаса. Өйткені сен бір нәрсені құрбан қылуың керексің. Жоқ, ешқашан келіспеңіз. Адам бір нәрсені құрбан етпей-ақ бір нәрсеге жетуге болады. Ол құрбан ету деген өзіңді сыйламай, мүжгілеп тұрып, ана нәрсені алып алуда емес. Шыны керек. Негізі адамның жетістікке жетуі ол просто оңай. Ал сізге адамдардың айтқандары мүлде шынымды айтайын, әсер етпеу керек. Реально. Сіз қарсы тұруыңыз керек. Сіздің жасыңыз кішкентай ма, немесе ол адамнан статусыңыз төмен бе, ақшаңыз аз ба, бұл мүлде қарамайды. Сол себепті сіз ол адамға стоп, мынау маған ұнамайды, мынау сөйлеген дұрыс емес, бұл мүлде күлкілі нәрсе емес. Шынымды айтайын, мүлде күлкілі нәрсе емес, сен не үшін күліп тұрсың деген сияқты. Сіз сол сөз айтылды ма, сол жерде уже решать етіп тастауыңыз керек негізінде. Ол жерде адам көп емес пе, сіз міндетті, сіз өзіңіз үшін, ол сөздерді айтып, ана адамның аузын жауып тастауға. Бұндай буллинг бізде вообще болмау керек. Жалпы санасы бар, өзін адекватты, дұрыс саналы ұстайтын адамның аузынан бұндай сөздер шықпау керек. Оқыған, статусы бар адамдарға шыны керек, бұндай сөздер тоже жараспайды және ешкімге де жараспайды. Сол себептен де сізбен барлық адам дұрыс сыйластықта болу керек және сіз де өзіңізбен дұрыс сыйластықта болуыңыз керек. Мынандай жағдайларға жақсы бір сөз айта алу үшін. Міне осы видеом сіздерге ұнайды деген ойдамын және комментарийда өздеріңіз бөлсіңіздер, қандай сіздерде оқиғалар болды, мүмкін басқаларға да көмегін тиіп қалады. Давайте.